Ассаламу алейкум, баршаңызға қайырлы күн. 13-те 12 екі этаж үйге проект сызуға тапсырыс қабылдап едім. Көріп, бағалап, тамашалап жіберіңіздер, өз ойларыңызды комментарияға жаза отырыңыздар. Әзірге тек черновой вариант қана сызылған, бөлмелердің орналасуы ғана көрсетілген. Кіреберіс прихожая, тамбур, кіре салысымен оңға қарай холл, бұл жерде есік болмайды, солға қарай бірінші есік кухня. Кухня ішінен топқа кіреміз, котельная, газбен жағады екен, настенный пеш болады осы жерде, және солға қарай екінші есік гардероб. Үйдің сол жақ ортаңғы бөлігінде ванна санузел орналасқан. Бұл жер бос емес болған жағдайда қонақтарға мына жерде қол жууға арналған мойка болады. Үйдің сол жақ жоғарғы бөлігінде спальня орналасқан. Және оң жақ жоғарғы бөлігінде зал, тіке екінші этажға көтерілетін лестничная площадка. Екінші этажға көтерілеміз. Көтерілгеннен кейін оңға қарай ванна санузел, тек бұяқта ванна мен санузел екі бөлік орналасқан. Спальныйдың үстінде спальный, кухняның үстінде де спальный, және залдың үстінде бір спальный мен гардероб, тіке прихожаяның үстінде балкон болады, холлдың үстінде холл болады. Бұл жерге де тағы да бір спальный қоюға болады еріктеріңізше. Алайда біз енді бірінші этаж бос емес болған жағдайда, бірінші этажда қонақтар келіп жатқан жағдайда, бала шаға осында болсын деп, уақыттарды осында өткізсін деп, холл жасадық екінші этажға. Алдында терезе болса, бос пайдаланатын орын көп. Мына стенаға мебель тұрса болады, мына стенаға қарай телевизор ілінсе болады.